Екі әйел аузын шапсын. Қазақшасы осы. Өтірік сүттен ақ судан таза болма. Ана жаңа есірткіні иіскеп алып, ойларыңызға келгенді жасап, еркектерді снимать етіп алып жатқандарыңызды бүкіл видеосы дайын тұр. Менің жынымды қыстып, тілімді қышытпаңыз. Ар ұяттан, безгендіктен солай жасадыңдар сендер. Маған менің тілімді қышытпа сен. Сен ойнап жүр екенсің маған. Мені ойнайтын адам тапқан екенсің, баян. Ала көзді бар. Мен саған көрсетем. Екі аяқты ит нағыз көрсетем мен саған. Халықты менің атым айтып салғын деді, ода ар ұяттан безген. Керек емес ол Максия шайға да сенуді қажет жоқ, достар. Максия шайды бізді мазақ қылған жоқ па ол әйел? Мен ішпеймін. Ішпеймін мен ол шайды. Ішіңдер бірақ сендер. Не буду я пить деді ғой, бізге осылай айтты ғой ол әйел. Мазақ қылған жоқ па, қалқамау. Неужели сондай топасында? Даже ішем деген жоқ қой ол бізге. Керек емес деді. Жоқ деді. Іше беріңдер өздерің. Сосын ана көзім сендерге ұялып береді ғой. Давай бәрін ішіңдер. Бәрін ішіңіздер. Быстро. Максича. Издевайт етіп атқан жоқ бұл біз. Издевайт. Халықтың жан айқайы мен көтерген мәселені қолдап атқан кісілер өте көп екен. Апайымнан жылап отыр мысалы. Міне Алла тағала енді бізге осы жастарды осылай бұзғанға енді дұрыс түсінбей, кейбір жас қыздар дұрыс түсінбейді ғой, енді сол өздерінше свободаны. Сондықтан не мынандай жағдайларға жеткізіп жатыр. Тәрбие басқадай болу керек. Бұрынғы қазақ өз ата-бабамыздың тәрбиесі болу керек. Маған сол рахмет айтып келіп жатыр. Балалар түрмеге түскен, үйде әйелдер еркісіге бағынбай кеткен, мынандай жаңағыдай пештерге еліктейді қызылды жасыл. Әйелдерді жаңа бүйту керек. Оның да зияны бар бір жағынан. Ол әйелді қолдағандық деп не істегенмен, оны кейбір әйелдердің білімі дұрыс болмай. Мысалы, қазір Қазақстанда ең ауру асқынған әйелдердің жаңағы тәртіпсіздігі. Ол сөздің шыны мені жесең. Бәрі сұрап атыр, Гита-Зитаға деді, Гита-Зитаның мамасы деді, Гита-Зита өзі болды. Ал бұны біздің қаншайым, мен жиендерім ке? Жон, міне қарамдар, қазақ аруы, Астананың ару қызы келді, болашағыз. Мен балаларым. Ой, баға Гита-Зита мамасы. Қызы болып кетті бұл мамасы емес қазір. Қызы бұл мұна қара. Мұна да не қалай болды Гита-Зита мамасы сөйтесің. Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Clouds to start to song out there. Temperatures staying in the high 40s. Tomorrow's forecast will be in the 60s. The beaches staying around 62. Сейчас сука. Қалайық, өтетіңіз, әжелердің жолын берсін, жүз жасаңыздар. Құтты болсын дейміз. Уважаемый Турсен Галит Урумович, поздравляем, спасибо большое. Осындай кереметтей өзіңізге. Привет, уважаемые гости. Кто-то говорит, зачем мне брать ипотеку и бассейн плачу, мне легче пойти и работать, что со мной. Приходите. Если человек хочет работать, ему не надо дома сидеть. Вот моему отцу 80. И я считаю, если у человека есть признание, есть желание ходить на работу, то нельзя запрещать. Аида Кауменован Шапан. Кстати, вам тоже подарили Шапан, это Аида, да? Это для блогеров. На самом деле, ты знаешь, как я даже не выбирал. Честно тебе хочу сказать. У нас есть комитет в компании. Так, еще раз. Раз, два, три. Люблю, когда такие красивые женщины меня посещают. А имя ваше как? Караката Дедина. Заходная деятельность. Да вы что? Певица. Как классно. Как классно. Для вас.